Саламатсыздар ма? Біз Таразданбыз. Менің есімім Райкүл. Өзім медик болып жұмыс істеймін горвоенкоматта. Сол Алла қаласа ендігі жылы 60-ға толам. Пенсияға шығуға дайындалып жатырмыз. Сол өзімнің 3 балам, 1 қызым бар. Бір үлкен балам Алматыда тұрады. 2 немерем бар. Келінім балам, 2-ші балам Астанада тұрады. 1 немерем бар. Ертең туған күн 6 жасқа толады да қаласа. 3-ші балам осы Таразда. Елдар. Келінім Ақерке, мен немерем мына Аяла, Алдияр деген жігіт. Сол бәріміз осы Таразда жергілікті тараздықтармыз. Осы жақта өмір сүріп жатырмыз. Жолдасым енді аталар қайтыс болып кеткен. Сол отбасымыз сол Таразда. Сол Ақеркенің мамасы мен туған құдағиым болып келеді. Мына балалар нағашы апасы. Сол кісі бұрыннан осы ламифаренді қолданып жатыр екен. Сол менде енді возрастной дейді ғой, давлениеміз бар. Барлық ағзаларымыз енді тозған ғой, былайша айтқанда. Соны поддерживающий как БАД ретінде осы ламифаренді қолданады екен. Соны қолданып ішіп көріңіз деді. Сол 1 жылдай шамасында іштім. Давлениені дұрыстайды. Іш құрылысқа да жақсы екен. Сомен іштімді, 1 жыл ішімді, сосын қойып кеттім. Үзіліп қалды арасы. Нерв жүйесін тынышталдыратын сияқты болып көрінді енді маған. Сондай давлениені қалпына келтіреді. Айтып отырмын, іш құрылыс, бауырға сондай неге, сондай көмегі бар болды да. Сол жақсы еді. Көбінше біз давление, мынау жұмыс, уақытылы шема. Бұлайша еш зияны жоқ деп ойлаймын. Ағзаға керек нәрсе деп ойлаймын да. Ішуге болады. Доставкасы бесплатно. Әйтеуір заказ бересің, әкеп тұрады. Қыздарда телефонмен хабарласып тұрады ламифарен орталығынан. Әлде хабарласып жатыр. Сол ламифаренді ішкенде өзімді бір жеңілдік сезім байқадым. Давлением орнына түсіп, ағзам дұрысталды. Сол әлде де сол ламифаренді ішуге өз ниеттеніп отырмын. Сол бұны шығарған отандық кәсіпкерлерімізге, нелерімізге рахметін айтам. Еш зияны жоқ, қолдануға болатын нәрсе, ағзаға керек нәрсе деп ойлаймын өзім. Жүрген жерде айтамыз, осылай ішулеріңе болады. Кімде диффузный изменение зоп болса, соған көмектеседі, йод көп. Ешқандай қарсы побочный эффект дейді ғой, побочный эффекті жоқ. Сол енді теңіз балдарынан жасалған табиғи өнім деп небір таныс кісілер де ішіп жатыр. Ламифарен, лактофарен дейді, сондайлар көп ішіп жатқан адамдар да бар. Сахарын түсіреді, сахарын түсті деп жатыр. Еш зияны жоқ, пайдалануға болатын нәрсе. Табиғи добавка ретінде ішуге болады деп. Ламифарен орталығына көп рахмет. Сол халықтың жағдайын жасап, көмегімізді береміз деп, сол компанияларға алғысымды білдірем. Табыстары жемісті бола берсін. Бізге емдік қасиеті қона берсін. Басқа ел жұрттарға да кеңесімді айтам. Ішуге тұрарлық нәрсе, ағзаға керек нәрсе. Сол рахмет осы компанияға осындай өнімдерді біздің Қазақстанға дайындап беріп жатқан ламифарен орталығына көп алғысымды айтам. Сау болыңыздар.